Саламатсыз баласам. Жақсы. Ғалымжан, иә. Қалайсыздар? Ассалаумағалейкум барша көрермендерге. Абылай жаңа белгісіз жан деп айтып отыр ғой. Жаңа подаркасын беріп, может сол кісі ма деп ойлап отырмын да. Белгісіз жан деп жаңа 2 рет подаркасын жіберді. Еркелеп жүр деп қояды. Ақеркеге сыйлықтар келген. Иә, сол деп ойлаймын мен. Енді оны білмеймін, ақыры сол белгісіз қалған күйінде кетті ме? Ендігі Абылайхан болса, бәлкім Абылайханның мойындайтын да уақыты болған сияқты. Жоқ, Балауса ханым, мен емес. Немесе өзіңіз келіп беретін едіңіз. Мен берсем, былай-ақ бере саламын ғой. Көрдіңіздер ғой, туған күнде барып құттықтай салдым деген сияқты ғой. Бірақ енді қызық, сол кезде микрофонсыз Ақеркенің өзі айтып қалды, бұл Абылайхан сияқты деп. Содан кейін айтылды сіздің есіміңіз. Ол жерде көрдім. Ол тура сондай не беріпті да, мен Айданаға берген нәрсені. Иә. Соған мүмкін күмәнданып қалған шығар. Бірақ сіз емес. Мен емес, мен берсем, осы жерде бере саламын. Жақсы, бәлкім келер үміткер шығар дегендей. Енді біз құрметті көрермен эфирімізді бастаймыз, және де біз шымылдықты жабамыз. Үміткердің таңдауы кім? Ақерке деп жатыр. Саида, Лаура, Гаухар ханым. Шулап жатсыздар, қатты күтіп жатыр енді біздің қыздар мен жігіттер. Үміткердің таңдауы Нұрдәулет. Қалайсыз, Нұрдәулет, қалыңыз қалай? Өте жақсы Балауса ханым. Таң қалдыңыз ғой? Қаттан қалдым, иә. Неге күтпедіңіз ба? Жоқ, күтемін ғой, Балауса ханым. Бүгін ғана әнерде отырып салғам ғой. Күтемін депші. Әшейін фотомен түсіріп саласа бем. Соны көріп келген сияқты. Қатты қуанып. Бәлкім немесе ертерек одан келіп қойған болуы да мүмкін. Шақырамыз ба, дайынсыз ба? Иә. Енді былай айтайын. Бұл бір ерекше үміткер. Сіз енді бәлкім таңғалуыңыз да мүмкін. Енді көрерміз, иә? Көп күттірмейін, шақырайық. Нұрдәулеттің үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз, жайғасыңыз. Сондай бір сұлу қыз студиямызға келді, жайғасты. Ал өзіңізбен танысайық, есіміңіз? Мерім. Ау? Мерім. Мейірім. Мейірім. Жасыңыз нешеде? Сондай жүзіңіз жылы мейірімді жан екенсіз. Мейірім, жасыңыз нешеде? Жасым 27-де. 27-де, я? Қай жақтың тумасысыз? Қырғызстан. Қырғызстаннан келдіңіз. Қай қаласынан? Ош. Оштан келдіңіз. Ал неге Нұрдәулет? Ұнайды. Қысылмаңыз, сіз уайымдап отырған сияқтысыз. Қатысушылар қолдап жіберейік, иә? Тыңдап тұрмыз, Мейірім, өзіңізді. Енді не себеп болды? Сырт келбетін, немесе мінезі дегендей сырттан байқап келген шығарсыз айтсаңыз. Иә, сырттан байқап келдім. Мінезі қарапайымдылығы ұнады маған. Қарапайым дейсіз, иә? Ал жақсы, Нұрдәулет, сұрақтарыңызды қойыңыз. Мейірім, қош келдіңіз. Қош келдік. Сонау Ош шарынан келіп отыр екенсіз. Иә. Мен тыңдап келгеніңізге өте қатты қуаныштымын. Мен де. Қобалжымай, уайымдамай отырып ойыңызды толығынан жеткізе берсеңіз болады. Ешкім жемейді бұл жерде, барлығы жақсы адамдар. Мен таңдап келгеніңізге шынымен рахмет. Үйіңіздегілер біледі ғой. Нұрдәулет, сөзіңізді бөлейін, енді Қырғызстаннан келген үміткермен таныстық қалай жалғасады, шымылдық ашыла ма, жоқ па, барлығын жарнамадан кейін бірге білеміз.